Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін күн ыстықта шөліңізді қандыратын жүгері көженің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші бізге керекті дәнді дақылдарды жуып аламыз. Мен бидай, ақ жүгері және сары жүгеріні қолдандым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қолдансаңыздар болады. Кастрөлімізге су құйып, газға қоямыз. Кейін жуылған жүгерімізді саламыз. Газға қойып, ең баяу отта 1 сағаттай пісіреміз. Қайнап кетуге болмайды. Егер де жүгеріңіз сахарлап қайнап кетсе, жүгері қатып қалады. Сол себептен өте баяу отта пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай видеодағыдай қайнау керек, яғни өте баяу қайнау керек. Және араларын кішкене араластырып тұрыңыздар, түбіне жабысып қалмасын. 1 сағат уақыт өткеннен кейін жүгері сәл жұмсарғаннан кейін барып бидайды саламыз. Кейін татымына қарай тұз қосамыз. Тағы 1 сағаттай ең баяу отта қақпағын жауып қайнатамыз. Менде 2 сағаттай уақыт өтті. Көжемізді суытып алдым. Енді айран қосатын боламыз. Бөлек ыдысқа көженің тек қана суын құйып аламыз. Және оған айран қосып, шанышқымен жақсылап араластырып, түйіндерінің барлығын кетіріп, кейін барып көжеге қайта қосамыз. Айранымызды қосып болғаннан кейін тағы да кішкене тұз қосамыз. Міне біздің жүгері көжеміз дайын болды. Салқын күйінде ұсынсаңыздар болады. Сіздерге видеом ұнаса лайк қойып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен қызықты рецептермен күнделікті бөлісіп отырамын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.